Кеш, қайырлы түн, қалайсыздар? Бүгін эфирден шыққаннан кейін сторис саламын деп ойладым. Сонымен думан кездесуге шақырды үміткер. Содан осындай кездесу болып, осындай күшті гүл шақтарын салады. Бүгін эфирде берген тәттісі ғой, мындай. Негізі көп болған, біз уже жеп қойдық, еще қатысушылар да ауыз тиіп. Өте пайдалы, голубика, клубника, шоколаделер болды. Жеп қойдық біразын. Құрма бар мына жақта. Өте дәмді. И, кстати, мына гүл ғой, жыр болған. Қатты солмаған, бірақ суға салып қойдым. Қазір мына гүлді өзінің порошковый несімен салып қоям. Күшті кездесу болды. Бұйырса. Қайырлы таң, қалайсыздар? Сіздерге енді көптен бері сторисқа шықпай, қатты белсенді болмай жүрген себебім, біз жаңадан үйге көшкен болатынбыз. Енді бұл үйде кішкене орналасу, үйренісу уақыт алды, бірақ уақыт келіп, енді сіздерге осындай күшті видта тұратынымыз көрсетейін деген ғой. Өте әдемі, көшесін несін айтпай-ақ қояйын, тау көрініп тұрады. Тура мен армандағандай ше, мен ондай кез келген үйде тұрсам да, Алматыда тұрсам, бұрын солай блокноттарыма жазып қоямын, терезесінен қарағанда таулар көрініп тұратын дегендей. Осындай бізде бір бөлме, жатын бөлмеміз бар. Арука екеуміз жатамыз. Потом мына жақта гардеробный бар. Гардеробныйда киімдерімізді іліп қоямыз, заттарымызды, тоже уютный. Енді осы үйге үйренісіп, күшті жаймен үйреніп келе жатырмын деп айтамын. Енді біз, мен, Арука, Әлбек үшеуміз жеке өзіміз көшіп алғандықтан, қазір барлық жауапкершілік өзімізде. Өзіміз тамақ жасаймыз, өзіміз үй жинаймыз, мысыққа дейін өзіміз қараймыз. Бұрында мамалар кірлерімізді жуып қоятын, простыняларымыздың барлығын ауыстырып қоятын, киімдерімізді бүктеп қоятын. А қазір бәрі өзіміздің мойнымызда. И то, тем более қасымызда Лили болғандықтан, бізге енді особый не керек, уборка керек. Еге себебі біз аяқпен алып келетін кейбір микроб, вирустар мысыққа ол кәдімгідей ауру болады екен ше. Ауруынан дыхательный процестері, асқазандарына жабысып қалады екен. Сондай аурулар біз кеше тексерген кезде айтты. Сол үшін үйде міндетті түрде тазалық болу керек, әсіресе қолда енді аунайды ғой, бұл жүндер түс қалады деген сияқты. Сондай бір бізге тазалық важный болып жүр. Енді бәріміз прям күшті не қойып алған жоқпыз. Сен мынаны жасайсың, мен мынаны жасаймын деп. Бірақ бәріміз бірлесіп, үйде бірге болған кезде бірімізге көмектесіп жасап жүрміз. Вот, сондай. Енді біз осы үйге көшкеннен кейін бір ескі пылесос бар, бірақ оны көп қолданбаймыз. Тек андай ол тартады да өзіне, алмаған хочу ондай и жуатын, и пылесос тастайтын құрғақ кілем деді. Сондай пылесос маған керек болып жүр. Үйде кілем көп емес, бірақ кішкене осы дорожканы жасайтын. Потом пол енді көп қой, бізде мына жақта ашық полдар көп болғаннан кейін и пылесостап жаңағыдай и жаңа влажный уборка болатындай, мысықтың жүнін барлығын тазалап шығатындай, бізге де мысыққа да жақсы болатындай. Себебі пол болғандықтан бірден шаң түседі, и ол шаңды просто так суырып ала салу, ол тазалыққа жатпайды деп ойлаймын. Міндетті түрде влажный уборка керек. Сондай маған пылесос керек. Егер таныстарыңыз болса, өздеріңіз танитын сондай товармен айналысатын адамдар или компаниялар болса, жіберіп қойсаңыздар, қуанып қалатын едім. Бұл кісілер Заринаның қолдаушылардан берген. Мұны әсіме маман далада да жүреді. Тонаға бізді аңдасың. Болмайды ол. Көмектесіп жатыр Аида. Ал деп жатырыңдар. Рахмет бергені енді осы. Рахмет айтып отыр. Өзің қалғаныңды ал деген ғой. Иә, қалғанын алсын деп. Сау болыңыздар. Дүйсенбіге дейін. Мейірім бар. Сен қайырлы кеш, қалайсыздар? Біз Арука екеуміз тамақтануға шықтық. Аруда бүгін жұмыс, ертең демалыс. Сонымен бүгін демалысты бүгін бастап